әркім өзінің ісімен айналыссын деп айтқым келеді. Молдалар жамағатты жинап, әйелдеріңе ие болыңдар, астына бірдеңе салады, сексуалға бармасын деп атады. Конечно, ол еркектерге тиімді. Әйелінің асты галош болып, фитнеспен айналыспай отыра бергенде, сосын күйеуі келеді де айтады, мен екінші әйел аламын. Сосын екінші әйел бала туғаннан кейін мен үшінші әйел аламын. Сосын төртінші әйел алуға еркектің құқы бар. Сонда әйелінің астының быт-шыт болғанын, ол проблеманы қалай шешеді? Ол екінші, үшінші, төртінші әйел алумен шешеді. Ал неге бір әйелімен оны қыздай қылып қынабын, сонымен неге бақытты өмір сүрмеске? Сосын мысалы приемға келген кезде дәрігерге келу ол харам емес. Дәрігер зеркало тығып астын қарайды, оны о жерде оргазм алып, әйел прям бітіріп қозып ешкім жатпайды о жерде, да? Тез қарайды, өзінің диагнозын қояды, жібереді. Дәл сол сияқты инфитнесте лазерный тренажер деген жаңа молдалардың астына салады, тығады деген заты, ол мына зат. Бұл затпен ешкім былай тығып салып, жыныстық қатынасқа түскен сияқты әйелді қоздырып, оргазм сездірмейді. Бұл бір салынады, әйел шынығу арқылы, яғни лазерный тренажермен бұлшық етін, мысалы мынаны айтам, мынау қынаптың гантели сияқты шынығады, бұлшық ет қалпына келеді. Яғни сол бұны жасап жатыр кім үшін? Күйеуіне ұнау үшін, бала туғаннан кейін астының бәрі салбырап, ертең жөтелгенде түшкіргенде сиіп қоймас үшін, астынан жыныстық қатынас кезінде осырған сияқты звуктар шықпас үшін әйел кім үшін жасайды? Күйеуіне жағыну үшін жасайды.